Өткен заманда Орал өзенінің екі бетінде екі бай сұлтан тұрыпты. Оң жақ бетіндегісінің аты Бегалы, сол жақ бетіндегісінің аты Топай екен. Бұлар ылғи бір-бірімен айтысып, барымталасып, шабысып, бақталастырып жүріпті. Бір күні Топай отырып: "Менің асыл тұқымды арғымақ биелерім өзеннің арғы бетіндегі Бегалының жабайы, жаман айғырларының кісінеген даусынан шошып, құлын тастапты. Бегалы асыл тұқымды құлындарымның бағасын төлесін, оған көнбесе шабысуға даяр екенін айтсын" деп Топай Бегалыға елші жібереді. Бегалы бұл сөзді ескеннен кейін билерін шақырып алып, ішіндегі ең сөз тапқыш деген екі ақсақалын Топайға аттандырыпты. "Барып билігін айтыңыздар, сөзден жығылсаңдар, өлген құлындардың бағасын төлеп қайтасыңдар" деп тапсырыпты хан. Екі шал Орал өзенінен өтіп Топайдың ауылына қарай жүріпті. Кеш құрым мал қайтарып жүрген 18-19 жасар балаға жолығады. Одан: "Алдымызда жақын жерде қонатын ел бар ма?" деп сұрайды. Күн қауысарға таянып қалған кез екен, бала тұрып екі биге жөн сілтеп былай дейді: "Алдыңызда оңаша қашық емес жерде ақшамның үйі бар. Одан өткен соң әттеген ай бар. Ал қонам десеңіздер, анау тұрған біздің ауыл, барып қоныңыздар" деп жолдан шеткерілеу тұрған бір ауылды көрсетеді. Екі би тұрып: "Шырағым, сіздің ауыл бізге қисық тұр екен, сондықтан ақшамның үйіне барып қоналық" деп жүріп кетеді. Күн батып кешкі ақшам мезгілі болады, бірақ ел жоқ. Сонда бір-біріне қараған ақсақалдар: "Әттеген ай, манағы баланың ауылына барып қонбағанымыз қате болған екен. Әлі де болса сол баланың үйін тауып алып қоналық" деп аттарының басын бұрып алып қайта кері жүреді. Бала қариялардан бұрын келіп үйіне жеткен екен. Үйіне келе жатқан адамдарды танып, алдарынан шығады. "Қош келдіңіздер" деп екі қарияны аттан түсіріп қарсы алады. Түнде қонып отырған кезде бала бұл екі қарияның Топайға не үшін бара жатқанын сұрайды. Қариялар не себепті Топайға бара жатқандарын жасырмастан айтысады. Бала тұрып: "Топайдың өтірік дауына не деп жауап қайтарасыздар" деп сұрайды. Сонда екі қария: "Біздің айтарлық еш дәлеліміз жоқ, өлген құлының бағасын төлейміз де қайтамыз" дейді. Сонда бала тұрып: "Сіздер осы дауларыңызды маған тапсырыңыздар. Топайға жауабын мен берейін. Менің балымды келгенше сіздер баға тұрыңыздар" дейді. Екі ақсақал өзара кеңесіп балаға ризалық білдіреді. Ертең тұрған соң бала алдымен түйеден бір үлкен қара бураны, қойдан бір үлкен ақсеркені алып қалады. Қара бураның бір жағына кебеше теңеп, оның ішіне ақсеркені салып, екінші жағына топырақ салған қап теңеп түйеге артады. Өзі үстіне мініп, қолына сарша алады. Сөйтіп Топайдың ауылына аяңдап жүріп кетеді. Топайдың ауылы көл табанда отырады екен. Сәске түс кезінде бала Топай ауылының маңайына жақындап келеді. Бір шақырымдай қалған кезде түйеге мініп келе жатқан адамды көріп, Топайдың ауылының 10-15 қабаған иттері баланы қарсы алады. Иттердің бірі түйенің артқы аяғынан тістеп, бірі алдын кескестеп, барлығы қамалып алып түйені жүргізбей қояды. Сол кезде бала заланып саржамен бір-екі итті атады. Саржаның оғы қадалған иттер қыңсылап ауылға қарай қаша жөнеліпті. Қалғандары да ыдырай бастайды. Қыңсылаған, атылған иттерді көрген Топай ауылының тентектері атқа міне салып, балаға қарсы шауып, қамшы ойнатыпты. Бұл ауылға келген адам итті атпақ түгіл қамшымен соқпайды. "Сен қайдан шыққан адамсың? Иттерге неге тиісесің атаңа нәлет" деп балағаттап баланы сабамақ болады. Сонда бала тұрып: "Ағатайлар, мені сабамаңдар, сөкпеңдер. Ауылдарының сұлтаны Топайға алып барыңдар. Жауабын өзім берейін соған" дейді. "Мен Орал өзенінің арғы бетінен келе жатқан елшімін." Баланың мінген түйесін жетелеп келіп, баланы үйдің жанына қойып, ауылының жігіттері болған оқиғаны Топайға барып хабарлайды. Сонда Топай үйінде өздерінің билерімен бірігіп қымыз ішіп отыр екен. "Біздің ауылдың итін атып жүрген кім, неткен көргенсіз? Өзін бері алып келші маған" деп бұйрық беріп жатыр екен. Сол кезде бала түйесін шөгеріп, жүгін түсіріп, серкені кебежеден шығарады. Түйені де серкені де халықтың көз алдына көрсетіп жүкке байлайды. Содан кейін Топайдың үйіне келіп кіреді. "Өзің кімсің, қайдан келдің?" деп ақырады бай. "Мен арғы беттегі Бегалының елшісімін" дейді.
сіздің бегалдан талап еткен құныңыз бар екен, соның жауабын беруге мені жіберді дейді. Еліңнің үлкені құрыды ма, ақсақалы құрыды ма? Сендей ақымақ баланы шақырып па едім мен? Неге келдің? Сен не белгі айтасың? Деп Топай қаһарына мініпті. Сонда бала: егер үлкен керек болса, анау байлаулы тұрған қара бура менікі, содан сұраңыз. Ақсақал керек болса, сақалының ұзындығы жарты кез анау тұрған ақсерке менікі, содан сұраңыз. Ал билік керек болса, менен сұраңыз, жауабын берейін депті. Сұлтан сасып сөз таба алмай: жүгірмек, ендеше менің иттерімде не атаңның құны бар еді? Неге атасың? Деп айғайлапты. Сіздің иттерді менің көптен ала алмай жүрген өшім бар еді. Өткен жылы Орал өзенінің арғы бетінде күндіз осы қара бурамды мініп қой бағып жүредім. 5-6 қасқыр келіп қойға шапты. Сол кезде айтақтап ертеден кешке дейін айқайлағанда, осы иттеріңіздің бірі маған көмекке келмеген. Бүгін ауылға елші болып келгенде менің түйемді жеп қоя жаздады. Сол соң аттым, дейді бала. Әй, өзің қып-қызыл жынды екенсің. Сенің өзеннің арғы бетіндегі айғайлаған дауысыңды бұл жердегі менің иттерім қайдан естісін? Осындайда сөз бола ма екен? Деп Топай тағы ежірейеді. Айтқан сөзіңізге ие болыңыз. Адамның дауысы айуанның дауысынан қаттырақ шығатынына сіздің таласыңыз болмас. Олай болса, бегалының жабайы айғырының өзеннің арғы бетінде жүріп кісінеген дауысын сіздің асыл тұқымды биеңіз қалай естиді? Қайсымыз жынды болдық? Дейді бала. Жұрт-ау, мына жынды жүгірмектің мені сөзбен жеңіп, жермен жексен жасағанын көріп отырсыңдар ғой. Енді менің бегалдан ешқандай талабым жоқ. Мынау жүгірмек келмей жатып менің 2 жақсы итімді өлтірді. Ұзақ аялдаса біреумізге зақым жасап жүрер. Тезірек еліне қайтарып құтылыңдар, деп Топай би жігіттеріне бұйрық беріпті. Мені жынды дедің, жүгірмек дедіңіз, бала дедіңіз, бір талай сөзбен қорладыңыз. Ал менің сізге айтарым: ақылдың жастан шығатын, асылдың тастан шығатын, күнәсіз адамды жәбірлеу мастан шығатын. Бұдан былай есіңізден шығармаңыз би, деп бала үйден шығып жүре беріпті. Осы сөзді айтқан бала сырым екен.